Сәлем YouTube. Дәл қазіргі уақытта Америкаға келуге деген мақсатыңыз орындалуға бір қадам жақын қалды. Себебі лотерея Green Card анкетасын ойнатылып жатыр. Осы мүмкіндікті жіберіп алмай, өз қолыңызбен өзіңіз Green Card анкетасын толтырыңыз. Осы видеода мен сізге толығымен айтып беремін. Басынан бастап қалай сіз қандай құжаттармен қалай толтыру керек екенін барлығын түсінесіз. Сол себепті осы видеоны бірінші рет толығымен жай көріп шығыңыз. Алғашында қалай болатынын түсінесіз. Кейін екінші рет ноутбугыңызды алдыңызға алып, документтеріңізді дайындап, менің видеоммен қатар жасайсыз. Ешқашан қателеспейсіз. Анкетаңызды дұрыстап толтырып, Green Card'ыңызды ұтып аласыз. Қандай бір сұрағыңыз болса, комментарийға жазыңыз, және толтырып болғаннан кейін толтырғаныңызды жазып қалдырыңыз. Сәттілік. Бастамай тұрып, мына батырманы басып, каналға тіркеліп, қазақ тілді каналының дамуына үлесіңді қос. Қазақ екеніңді сезін. Қазақ тілді дамыту, қазақ тілді ғана емес, ақпараттық жүйені дамыту сізбен біздің қолымызда. Соны ұмытпағайсыз. Биылғы жылғы анкета 2020-25 жыл деп айтылады, яғни сіз 25-те Green Card'ыңызды аласыз деген сөз. Осы неңізге веб-сайт жалғыз осы. Осыдан басқа альтернативті веб-сайт деген жоқ. Заңды түрде жалғыз рет тапсыруға болатын веб-сайт осы. Осылай веб-сайтқа кірген кезде неңізге беті осылай көрінеді. Біріншісі сізде инструкциясы. Қалай Green Card'ға анкетаны толтыруға болады деген инструкцияны көруге болады мұнда. Екінші фото инструкция. Анкета толтырып бастамастан бұрын фотоңызды тексересіз. Ол үшін фото экземплсқа басасыз. Сол кезде фотоға қандай фото болу керек екенін көрсетеді, анығымен айтып береді. Және де бұл жерде фото tools дегенге бассаңыз, толығы жазылады мұнда. Размері, қандай позицияда қалай болу керек екен. Айтатын болсақ, мұнда размері 600x600 пиксель 5x5 сантиметр болу керек. Келесі қандай бір көзейнек тағуға болмайды, бас киім тағуға болмайды, және де күн қатты түсетін немесе күн қараңғы болып қалатын болмау керек. Артқы жағыңыз ақ фон болу керек. Және қандай бір ұлттық киімдегі бет аузыңыз анық көрінбейтін киім болмау керек. Сонымен қатар маска тағуға болмайды. Балалары болса, балалардікін осылай түсіруге аузында соска немесе бұлай басқа жаққа қарап отыру деген сияқты болмайды. Тек осындай дәрежеде болса жеткілікті. Ал бетіңіз осындай тура алдыға қарау керек. Мысалы, бетіңіз жабылған, ондайлары болмайды. Және де жаңағы айтқан бетіңіз анығымен көріну керек осылай. Көлеңкелер бетіңізге түспеу керек. Артқы фоныңыз ақ болу керек. Тек әппақ. Мынандай неше гүлдер, картина, басқалар болмайды. Сонымен сіздің фотоңыз бар, алдын ала дайындап алдыңыз. Ол фотоны сіз кез келген фотосалонға барып, маған Америкаға, визаға фото керек десеңіз, ол адам сізге түсіріп, почтаңызға жіберіп береді электронды түрде. Немесе онлайн көптеген аппликейшндер бар. Сол аппликейшнда сіз артқы фоныңызды ақ қылып, телефоныңызға түсіп, сол фотоны онлайн веб-сайттарға салсаңыз, сізге тура сол керек мөлшердегі фотоны жасап береді. Ондай мүмкіндігіңіз болмаса, салонға барып түсіп, ол түскен суретіңізді өзіңіздің электронды почтаңызға жіберіп алсаңыз жеткілікті. Сонымен фотоңыз дайын. Қазір бір фотоны салып көреміз. Сәйкес келіп тұр, тура осылай шығады. Осылай шықса, сіздікіне айтады. Фотоңызды қиюдың ешқандай қажеті жоқ, сіздің фотоңыз сәйкес. Фотомыз дайын. Кеттік, келесі. Енді бастаймыз. Осылай басқан кезде бізге мұна промокодты сұрайды.
бұл кодты енгізуіміз керек. Яғни робот емес, нағыз адам екеніңді дәлелдейтін картина. Егер де мынандай түсініксіз болатын болса, бұл картина, мына жерден басасыз, басқасы шығады мында. Сізге ыңғайлы, түсінікті болған. Мында. Қазір осыны кіргіземіз болмаса. Submit деп басамыз. Мында. Бірінші part шықты. Бірінші бөлігінде сіздің last name дегеніміз ол әкеңіздің аты. Ұмытпаңыз. Екіншісі өз атыңыз. Middle name ол сізде жоқ. Сіздің отчествоңыз middle name болмайды. Бұл жерде таңдайсыз no middle name деген. Келесі. Жынысы, еркек адам, туған жылы, ай күні. Төртінші сұрап тұр. Дәл қайсы қалада, қайсы штатта туылдың деп. Енді Қазақстанда штат жоқтықтан облыста немесе қайсы қалада дейді. Біз қаласын көрсетеміз, мемлекетті қосып. Сонымен бесіншіге біз мемлекетті көрсетеміз. Қайсы мемлекетте туылғаныңызды. Мында, Қазақстан. Егер де сіздің туған жеріңіз грин карта ойнатылуға жатпайтын мемлекет болса, сіз мынадан таңдап, не себепті солай екенін, не себепті сіз басқа мемлекеттің артынан қатысып жатқаныңызды айтасыз. Егер сіздің мемлекетіңіз ол грин карта ойнатылуға жататын мемлекет болса, емін-еркін келесі бетке көше бересіз. Көбінесе есенгенің барлық мемлекеті, Азияның көптеген мемлекеттері грин картаға қатысуға мүмкіндігі бар. Жетінші ол фотоңызды таңда дейді. Жәнеге біздің тексеріп, дайындап алған фотомыз мында. Адресімізді жазамыз. Бірінші адрес line дегенге көшеңіздің аты, көшеңіздің нөмірі және атын жазасыз. Екінші, үйіңіздің, апартамент деген үй яғни. Дом, unit, дом деп осылай жазасыз. Және city дегеніміз қаласы, қайсы қала. Астана, Қарағанды, Семей, Өскемен, тағы басқа Тараз, қайсы қалада тұрады. Келесі zip кодты білмесеңіз no дейсіз. Мына арада country, яғни Астанада бар ғой. Нұрай, Есіл деген сияқты. Соны жазасыз. Егер жоқ болса, білмесеңіз, қалаңыздың атын жазсаңыз жеткілікті. Келесі мұнда мемлекет. Қайсы мемлекет екен? Қазақстан. Төменге түсеміз. 9-шы сұрақ сізден сұрап тұр. Дәл қазір сен қайда тұрасың? Қайсы мемлекетте? Сіз мүмкін басқа мемлекетте тұрасыз, бірақ туған жеріңіз басқа мемлекет болса, біріншісі туған жеріңіз, екінші қазір мында жазасыз, қай жерде тұрып жатсыз. Мысалы, сіз тұрып жатсыз, Қазақстанда тудыңыз, Қазақстанда тұрып жатсыз. Қазақстан деп белгілейміз. Кейін телефон нөміріңізді көрсетсеңіз де болады, көрсетпесеңіз де болады. Email көрсету керексіз. Өзіңіздің қол жетімді қолдануға ыңғайлы, паролін білетін emailіңізді 2 рет жазасыз мұнда. Келесі 12-ші сіздің білім дәрежеңіз дейді. Білім дәрежеңіз қандай? Егер де мектеп бітірген болсаңыз, high school деңгейде бітіресіз. Бірақ та көпшілік адамдар кем дегенде колледж немесе университет бітіреді. Сол себепті біз жазамыз university degree деп. 13-ші сұрақ. Сіздің отбасылық жағдайыңыз, яғни үйленгенсіз бе дейді. Мына арада біріншісі үйленбегем, екіншісі үйленгем, менің отбасым, мүшем Американың азаматы емес, және де заңды түрде тұрғыны емес деген. Осыны белгілейсіз. Ал егер ажырасқан болсаңыз, ажырасқам деп белгілейсіз. Бірақ үйленген болсаңыз, осы жеткілікті. 14-ші сұрақ. Қанша балаңыз бар дейді. Сіздің, мысалы, 4 балаңыз бар, немесе 5 балаңыз, 1 балаңыз, соның барлығын көрсету керексіз. Мына жағдайда 1 баласы бар екен. Сонымен келесі
Continue деп басамыз. Екінші парт шықты мында. Екінші партында сіз spouse, яғни және сіздің өзіңіздің атыңыздан толтырдық қой. Күйеуінің атынан. Енді бұл жерге әйеліңіздің данныйын жазамыз. Мен ойша көрсете салайын. Клиенттің толық аты жөнін жазып көрсетпейін. Жеке ақпараттар болғандықтан оны көрсетпей қояйын. Мен мысал ретінде жазып жатырмын сіздерге. Америкада бірінші ай жазылады. Ұмытпаңыз. Бірінші айыңызды жазасыз, екінші туған күніңіз, үшінші жылыңызды жазасыз. 13-де жылы, яғни мына толтырып жатқан адамыңыздың жынысы. Және біз күйеуінің атынан толтырдық, енді бұл әйелі болғандықтан біз әйел адам деп таңдаймыз. Бұл адам қайда туылды? Семей, Казахстан. Келесі фотосын таңдаймыз. 14-де сіздің балаңыздың ақпараттарын сұрап тұр. Балаңыздың толық аты жөнін жазасыз. No middle name. Окей, қазір келем, күте тұр, қазір келем. Мына арада балаңыздың туған ай, күні, жылын жазасыз. Айы, күні, жылы. Және жынысы еркек бала, туған жері Астана, мемлекеті Қазақстан. Фотоны таңдаймыз. Continue. Екінші парт шықты. Барлық сіздің толтырған мәліметтеріңіз. Аты жөні, жынысы, барлығы сәйкес келеді ма? Тексересіз. Жақсылап тексересіз. Ешқандай қате жоқ. Дұрыс болса, submit'ті басасыз. Егер қате жіберген болсаңыз, мұнда go to the part, бірінші бетке, немесе екінші бетке кетіп, қай жерде қате кетті, соны жөндейсіз. Болғаннан кейін submit деп басасыз. Сол кезде сізге шығады осылай. Бітті. Картаға анкетаны сәтті толтырдыңыз. Бұл бетті фотоға түсіріп аласыз. Толығымен телефоныңызға сақтайсыз. Және өзіңіздің әйеліңізге немесе жақын туысқаныңызға осы фотоны жібересіз. Егерде сіздің телефоныңыз қандай бір жағдаймен жоғалып, сынып, бөлініп қалса, келесі ана адамда сіздің осы данныйыңыз сақталып тұратындықтан міндетті түрде жібересіз. Тіпті үйіңізде мүмкіндік бар болса, мұнда принт деп қағаз қалпында шығарып үйге сақтап қойсаңыз тіпті жақсы. Осымен анкетаңызды сәтті толтырдыңыз. Грин картаңыз қолыңызда. Сәттілік!